Кайрылы күн алкалы алимет. Бүгүн бир кайрылы истин басында жиналып турган жайымыз бар. Буга себеп мынау алакандай гана Кумарал ауылында туратын Алтынай эсимде 8 балалы анамыз. Харекет кайрымдылык кору осыған дейинде бул жаныянын жагдайын текшерип 2-3 рет келген болатын. Бүгүн де алдын ала Алтынай ханымга Харекет кору атынан осындай текшериш жумуштары үчүн келет деп эскертилди. Бирок биз бүгүн Алтынай апкемизге баспанасының кілтін табыстау үшін келіп тұрмыз. Харекет кайрымдылык корунун жалпы 213 баспанасының ал 30 күнде 30 баспана атты касиетті Рамазан айына жоспарланган осы жоба аясындағы ең соңғы 30 баспанасы болмақ. Ендеше Алла қаласа бізбен бірге болыңыздар. Алтынай ханымға тосын сый жасап бүгін баспанасының кілтін табыс етуге келіп тұрмыз. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ме? Рамазан айы құтты болсын. Рамазан айы болғасын құрғыл келмейік деп, кешкі ауыза шарыларыңызға, балаларға әтті-мәтті. Балалар қайда? Қанеки? Мен сыйлықтарымды үлестірейін. Қанекинан құрастырып ойнайсың? Үлкен жігіт. Мінеки. Ой, ойнайсың. Мына жақта шахмат бар. Мінеки. Үлкен жігіт. Кішкентай жаңа батыр бар ма? Кішкентай батырымыз. Міне. Мінекеңдер қыздар. Сол біз өзіңіз білесіз қой, осыған дейін де келген шығар, Харекет қайрымдылық қолынан осылай тексеріс жүргізіп тұрады. Енді жанұяңыздың жағдайын халыққа жалпы көрсетуіміз керек. Өз жағдайыңызбен бөлсеңіз, жалпы құжаттарыңыз барлығы түгел ғой, иә? Ешқандай мүлік аттарыңызда жоқ ондай. Жолдасыңыз бар ма? Иә, стройкадағы. Жұмыс істейді жолдасыңыз, иә? Сіз жұмыс істейсіз бе? Жоқ, үйде осы. Сіз үй шаруасында бала шағамен, иә? 8 балаңыз бар. Өзіңіз жағдайыңыз жайлы жалпы айтып берсеңіз? Сол жағдай. Папам жұмыс істейді болды. Инвалид балам бар. Мынау өз үйлеріңіз емес, пәтер жалдайсыздар, иә? Айына қанша төлейсіздер? 30. Айына 30 мың пәтерге кетеді, иә? Светімен қосып қой. Светімен өздері төлейді, 30 мың. Балаларыңыздың қаншауы мектепке барады? 3-еуі барады. Ана үлкен балам бармайды. Инвалид. Үлкен баламмен ауырады. Болмаса 4-еу болу керек. Мына садикке барады, садиктен ашылса баратын шығар. Қазір карантинге байланысты үйде отыр ма? Балаларыңыздың үлгерімі қалай мектепте? Жақсы оқи ма? Жақсы. Өзіңіз қадағалайсыз оны? Бәрін өзіміз. Диплом көрсет, кеше түсіріп алды, грант алды. Грант алды ма? О, машалла. Математика? Бәрін математика аналарын. Шетінен? Шетінен, математикаға. Өзіңіз математикаға жақсыз ба? Қайдан келген? Әкесі ба? Бұлай есептеп жүрем бәрі затты бірақ. Есебім түгел дейсіз ғой сіздің. Өзім ойлап жүрем да. Қазір минутымды есептеп жүрем, күнделікті. Жалпы былай неңіз туралы айтсаңыз, осы қанша жыл болды мына пәтерде тұрып жатқандарыңызға? 12 жыл болып тұрып жатқанымызға. 12 жылдан бері осы бір пәтерде? Алдында ана жақта бір үйде тұрғанбыз. Осы Құмаралда осы жүргенімізге 12 жыл болды. Осы поселкеда. Жолдасыңыз жұмыс жасайды? Иә, стройкада. Айына айлық алады, иә? Айлымыз келісіп алады ғой. Официальный жұмыс жоқ. Өзі кешеге де тоқтап қалып бәрі жер. Базарлардың бәрі жоқ. Кеше бүгін 2 күн шығып еді жұмысқа, сол аванс алып келіп, киім алып қайттым. Құтты болсын. Шүкір бар. Жаңа киімі ма? Иә. Құтты болсын. Өзіңе қиып қойғандай екен. Мамасы біледі, точный размер. Мектепке қалай барып келеді балалар? Жаяу бар ма? Осы жерде жақын ба мектеп? Кеше жақында құтылдым ғой аяқ киімнің қарызынан. Сол ана не қыламыз ғой? Аяқ киім шақ келмейді, ылай ғой орта. Жаяу жүреді ғой? Жаяу жүреді. Сол аяқ киімнен не қылып кеше жақында құтылдым сол. Алыста? Мектепке бару. Болады, бірақ енді үйреніп кеттік. Осы ауылға үйреніп кеттім осы. 8 бала болғасын енді біз бәріміз де солай өстік қой, үлкеннің киімін қалғаннан киіп солай шығар. Қазір ондай емес ол балдар. Қазір ма? Қазір качествосы да жақсы емес қой қазір. Бір алғанда 2 алып сөйтіп жүреміз. Бір апта киіммен ашылып кетті, 2 етіктен киіп шықты қысымен. Ең кішкентайыңыз қаншада? 1,5 жаста. Егіздер, ең кішкентайлар, екеуі 1,5-да, иә? Мына ветеринарка шыққан 3 айлығында қатты ауырды. Өткен қыста дейін қатты қиналдық. Өмірде бәрі бітіп қалып. Бірінен бір ауырса бәрі ауырады, 8 ауырады. Біреу ауырса. Соған кетеді да сөз. Кеше қадір түні болды. Дұғада болдыңыздар ма? Иә, болдық таңғы. 5:30 бе отырдым ғой.
Таңғы 5:30-га дейін. Бастысын дұғадасыз. Балаларыңыздың тілеуін тілеп, ең үлкен тілектеріңіз баспаналы болу. Баспаналы арман сол, басқа ештеңе емес. Тамағым әйтеуір киім бүтін. Тек баспанаға жетпейді екен балалардан. Ауыспайды, артылмайды. Әлбетте қазір енді азық-түліктер қымбат, киім-кешек. Кеше таңғы 5:30-ға дейін Алладан дұға етіңіз. Соны тіле. Баспанаңыз. Сол дұғадасыз ғой, өмір сол сізде өмір дұғада болсын деп сізге өзіңізге мынандай жеке сыйлық алдым. Жайнамаз. Жайнамаз ба? Енді Алла кез келген дұға тілектің бәрін қабыл етуші, білесіз ғой. Ешқандай қолыңызды кер қайырмайды. Сондықтан да дұғада бола беріңіз. Иншалла тез арада тілегіңіз қабыл болсын. Ішінде негізі не бар еді? Таспих та бар еді. Арасында ма? Арасын ашып көріңіз. Таспих арасында шығар. Таспих бар. Тағы не бар екен қасында? Мінекейіңіз Алла Тағала сіздің кешегі тез арада қабыл. Мынау жаңа баспанаңыздың кілті. Біз бүгін тексеруге емес, сізге жаңа баспанаңыздың кілтін табыс етуге келіп тұрмыз. Ал құтты болсын. Берекелі, қайырлы болсын. Құттықтаймын. Жыламаңыз. Қуаныштың да жасы. Кеше ғана қадір түні болды. Дұғада болдыңыздар. 8 баланың несібесіне Алла дұғаларыңызды қабыл еткен екен. Жаңа баспаналарыңыз иншалла берекелі болсын. Өздеріңе де. Ішінде балаларыңыздың сыңғырлаған күлкісі ең бастысы, балаларыңыз аман болсын. Денсаулықтармен, ғұмырмен берсін Алла. Жаңа баспанаңызда қаушайық енді иншалла. Қазір енді білесіз елдегі жағдайды, карантин болып жатыр, барлық жер жабық. Қазір жаңа андай үй іздеп, жаңағы нотариустер де жұмыс істемейді. Сол себепті қалай осы карантин аяқталады, біздің номерімізді бәрін білесіздер, өзіміз хабардамыз, Қарекет қоры. Осы карантин барлығы аяқталғаннан кейін міндетті түрде өзіміз хабарласып, осы жаңа үйіңізді қанша бөлмелі, қай жерде, барлығын сол кезде айтып, көрсетіп, өзіміз алып кіргіземіз. Шашуымыз, шашып келеміз сол кезде жаңа баспаналарыңызға. Сол күнге жеткісін алып. Тілекшісің мен сіңісім ғой, постоянно осылармен жүремей тұр. Ал құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет халқыма, рахмет. Осындай мені елеп атқандарына. Бала шағамның несі ғой осы. Несібесі осы бала шағамның. Қатты ризамын. Ризашылығымнан сөзімді таба алмай тұрмын. Қуанып тұрмын. Рахмет. Шексіз. Өмір бақи риза болып айтыр. Тілекші болып отырыңдар. Рахмет деп айташы бәріміз. Рахмет жана. Жаным дейді, құтты болсын дейді. Ашын. Жаным. Рахмет. Жана алдың қарасың? Мына жаққа қарасың. Жаным дейді. Алла риза болсын. Мынаның өзі маған қымбат болды. Рахмет. Жақсы, тағы да құтты бола берсін. Берсе шашып келеген жаңа баспанаңызға. Тағы да құтты болсын. Жақсы. Қуаныштарыңызға ортақпыз. Балалардың несібесі, томпиған балалардың несібесі. Тілеген мақсаттарыңызға жетеріңіздер. Жақсы, сабақтарың жақсы оқыңдар. Алла риза болсын деп. Пока де. Жақсы. Сау болыңыздар.